Жаңа эфир басынан бастап бақылап отырмын, байқап отырмын. Кейбір қобалжып отырған жандар бар араларыңызда. Бәлкім осы осы менің кеткенім дұрыс па екен деп те отырған жандар бар шығар. Өздері де жауапкершілікті сезінбей жүргендерін білетін де шығар. Біз мүмкіндік беруге тырыстық, түсінуге тырыстық. Бірақ жақсы білесіздер, шыдамның да шегі бар, мүмкіндік шексіз беріле бермейді. Және сол бір жанға мүмкіндік берілді деп ойлаймын. Бұл кезге дейін барлығын түсіндіріп айтқан едік, өздеріңіз жақсы білесіздер. Жоба шарты дегенді, талап дегенді, тәртіп дегенді. Кетем десеңіздер, асықпа дегенде кезіміз болған. Қызбалыққа салынып, шешім қабылдама дегенбіз. Себебі, мақсаттарыңыз басқа болғаннан кейін, отбасы болу, махаббаттарыңызды табу болғаннан кейін, сол бір мақсаттарыңыздан адасып кетпесінші. Осы жерге келген дәл армандарына, мақсаттарына жетіп кетсінші деген ниетпен өздеріңізді кейде басуға шақырдық, кейде ашуыңызды бастық, кейде қолдау болдық, демеу болдық деп түсінемін. Бірақ мұның барлығын әлсіздік деп ойлаған сияқтысыздар. Мені жобадан шығармайды. Редакция шексіз мейірімді. Маған тағы да мүмкіндіктер беріледі деген ой болған сияқты. Ол жерде енді жаңа болсын, ескі болсын, күні кеше келген қатысушы болсын, барлықтарыңызға тәртіп бірдей. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейміз. Өздеріңізден сұрайын, кім жобадан кетуі мүмкін, немесе кетуге лайықты деп санайсыздар? Айжан? Қайырлы күн, баласы. Қайырлы күн. Мен сөйлемесем, мен өлген болмайды екен бар ғой. Мен ойлаймын енді бүгін қара көйлек киіп киген қыздар сөйлесін деп, бірақ өз ойым негізі перизат па деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейін я бір қазақша үйренген жоқ, я эфир мәдениетін де сақтамай кетті, я адам менсінбей кетті дегендей бір сондай қырларын байқап жүрік. Перизат, сіз қалай ойлайсыз? Я болса ханым, егерде редакция мені кетсін десе, хорошо, без проблем. Ал өзіңіз кім кеткені дұрыс деп ойлайсыз? Бұл жерде бардық жанын өз бақытын тауып кеткеніне қалаймын, білбеймін, кеп кетеді. Саида? Болса ханым, бәрі бақытты болуға лайық. Бірақ менің ойымша Шолпан кетеді деп ойлап жатырмын, себебі әрбір пікірде басқа біреуін жамандайтын бар, түсіруге бар, Ерзаматта түсіріп жатыр, жаңа ғана Нұржан да түсіріп жатыр да, түсіріп жатыр, кеше ғана үміткер шақырды, бірақ бүгін Ерзаматты түсіріп жатыр. Мен ойымша ол Шолпан. Шолпан. Енді барлығының қорқынышы мен болдым ғана жерде. Себебі енді мен ақ қойында мына жерде шындықтарын беттеріне айтатын. Негізі мен мына жерде отырған Саида немесе Перизат екеуінің біреу кетсе деп ойлаймын. Себебі Саида да мына жерде ешнәрсе қатырып отырған жоқ. Перизат басына тот басып кеткен не корона киіп алған ғой қазір. Сол коронасын түсіріп кетсе деп ойлаймын да. Себебі мына жерде ешнәрсе қатырып жатқан ешнәрсе жоқ. Қарым-қатынас қатырмайды. Қандай жігіт ұнайтынын білмейміз. Сөйлемейді, мына жерде пікір талас айтпайды. Сол үшін Перизат кеткен дұрыс деп ойлаймын. Абылайхан. Негізі былай шындыққа тура қарайтын болсақ, үйленуге дайын емес жігіт адам кетсе екен деймін да. Осы жерде мысалға жас балалар бар, которые шынымен де үйленуге дайын емес. Оны қара халықта өзімізде білеміз негізі. Ол Жанболат деген сияқты балалар бұл жобаға бір лайықты адам емес деп ойлаймын. Дайын емес дейсіз, үйленуге? Өйткені ертең Жанболат деп ойлайды екен. Нұрдәулет. Енді болса ханым, анонсқа қарасақ, жоба шартына қарама-қайшы іс-әрекет жасаған адам деп түсініп отырмыз да. Енді не болса да іштері біліп отырған шығар. Мен нау кетсін деп айтпаймын. Бірақ сонда да бір косяк жасаған адам шығар деп отырмын. Жанболат. Енді
ал не айтқан не айтқысы келгенін түсініп жатқан жоқпын, себебі бұл жерде 21 жастағы неше жігіт осы жерде шаңырақ құрып кеткен жайлар болды да. Енді мен ойлаймын Тимур деп, себебі кешегі болып жатқан дүниелердің барлығынан соңғы шешімге редакция ұжымы келген сияқты. Тимур. Кешегі ситуация мен түсіндірдім. Ол жерде мен ешқандай жобаның шартын бұзған жоқпын біріншіден. Ол жердегі сырттағы мен ешкіммен танысқан жоқпын, просто бізде видео болған ол жерде. Мен енді біреу кетеді деп нақты айта алмаймын, себебі әркім осы жерде бір немен келді ғой, мақсатпен келді, отбасылы болып кету. Сол жолды барлығына тілеймін. Енді одан кететін адам ол бір адам екен, ол нақты ғой енді, ол мен қаламағанмен де ол адам кетеді. Но бірақ мен біреу кетеді деп өз пайымымды айта алмайды екенмін. Жақсы. Бекзат. Енді болсаған бұл жерде менде дөп басып, мына адам деп айтқым келмейді ше. Бірақ та мен ойлап тұрмын, егер де шынымен де бірдеңе бүлдіріп кететін жан болса, ол жерде мына жерде біраз отпайтын еді. Егер де бүлдіріп кететін адам болатын болса. Сондықтан мен ойлаймын, мүмкін осы уақытқа дейін көбісі өз еркімен шығып жатты ғой. Сондықтан өз еркімен шыққысы келетін бір жан ба деп те ойлап отырмын. Біраз адам пікірін айтты, ойын айтты, кім лайық емес деген секілді дүниелерді айтып жатыр. Бірақ Бекзаттың айтқан ойына кім қосылады? Өз еркімен кеткісі келетін секілді дегенге. Ғалымжан, кім өз еркісімен кеткісі келеді? Мен ойлаймын, бұл жерде өз еркісімен кеткісі келіп жүрген Нұрдәулет деп. Өткен Нұрдәулеттің бойлары көйіп кетті, ана жақта дайындалу керек деген сияқты, осы оған уақыт жетпей жүр ма деген сияқты ой келді. Мен сол үшін Нұрдәулет деп ойлаймын. Мен кеткім келеді дейтін адамдар бар ма айналаларыңызда? Сіздер естіп жүрсіздер ме сондай сөздерді? Кімнен естіп жүрсіздер? Балса ханым, менің ойымша енді алдында да айтып қалды ғой, Нұрсұлтан ба деген ой келіп отыр да. Кетемге салынып қайта мінезін көрсетіп деген секілді. Мүмкін Нұрсұлтанның осы өтініші қабыл болып, Нұрсұлтан кетейін деп жатыр ма деген ой келіп тұр. Бірақ басты сұрақ, Нұрсұлтан дәл сол ойында ма әлі де? Бірақ бәрі мүмкін. Енді түрлі ойлар айтылды. Сіздерді тыңдадым, естідім. Бір-бірлеріңіз жайлы да түрлі ойларды білген секілдісіздер. Ендеше айтайын, жобамен қоштасатын жанның есімі бізде жарнама уақыты екен, жарнамадан кейін бірге білеміз. Осы қатысушылардың қатары көп сөз бай, дәл сол бір жанның есімін атайтын уақыт келген секілді. Бірақ оған дейін белгіні жазып алсаңыздар, белгі Айгүлдің қолында. Айгүл. Лондон. Жақсы. Көбіңіздің пікіріңізді білдік, түсіндік. Осы жолы жобамен қоштасатын жан қимастық болғанымен айтуға тура келеді. Және ол жанның есімі Жәнібек. Келіңіз. Микрофон ұсынайын өзіңізге. Бірақ бұл жолы пранк емес. Жаныма бүлкім жайғасарсыз, айтарыңыз болса, тыңдайық өзіңізді. Осыған негізі осы жолы негізі бір ешқандай пранк та емес, не де емес, енді ортақ шешіммен десек болады. Енді редакциямен де ақылдасып, Сағатжанмен де ақылдасып, Сағатжан редакторым ғой. Ортақ шешіммен осы жолы енді расымен де енді анау Қалшын орын босатайын дедім. Себебі өзіңіз айтып жатсыз, енді тәртіпке бағынған құл болмас дейді. Мен қаншалықты лайықты деп үйтінде енді көп жағдай болып кетті мына жерден. Кешу жағдай болсын, ол енді әрине сырттағы жұмыстарым бар, ұйықтап қалатын бар деген сияқты. Сокен енді бұл жолы қой, мен енді осымен күресейін, бір жағынан енді үйде де өзімнің бір шаруаларымыз бар, енді жаңа қонысқа көшейін деп жатырмыз, сол тарап бар, тойларым бар, бәрі қабаттасып кеткеннен кейін бұл орынға енді лайықты
енді әрине мен де өзімді лайықтымын деп есептеймін. Сіздерге де көп рахмет. Бірақ осы жолы өзімнің шешіммен, ортақ шешіммен осындай қаулы болды. Демек, Жаныбек, бұл сіздің өміріңізде дәл қазір бұл қатты маңызды емес деген сөз. Яғни сіздің өміріңізде басқа дүниелер маңызды болып тұр дәл қазіргі уақытта, және сол бір шешімді қабылдау дұрыс деп ойлаймын. Иә, әрине. Енді осы Құсай жобасына үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі бетіммен қақпадыңыздар осы уақытқа дейін. Беліммен буып келдіңіздер да. Жәнібек деп ше. Сенде бәрі болады, Жәнібек жарайды деп біраз нәрсе көз жұмды, бірақ мен шынымды айтайыншы, сүйкімді қашырып алмайыншы дедім. Бұл жерде сіздердің алдарыңызда сүйкім қашырып алмайын, қаншама қатысушылар бар, сәл үлгі болайық деген сияқты өз қателігімді былайша біріншіден түсініп, екіншіден отбасылық жағдайлармен бұны осы шешімге келген болатын. Барша қатысушыларға рахмет дегім келеді. Бауыр басып қалдым.